Қайырлы күн. Бүгін жастың қабын тігетін боламыз. Маған ұзындығы мен ені 70-70 см шығатын жастың қабы керек. Мен қиып бәрін дайындап алдым. Артық жерін қиып алып тастаймын. Бұл жер маған керегі жоқ. Мына екі бүктелген. Бұл екі жастың қабы. Артық жерін алып тастаймыз. Қиып алып тастадым. Енді осының ұзындығы мен енін өлшеймін. Мен мынада екі жастың қабы шығады. Соны екі бүктедім. Енді бұның ұзындығы мен енін өлшеймін қазір. Ұзындығы 160 см. Мен 2 см қосып, екі шеттен қайырғанға 162. Ені 70. Ені 70 болды. Бұған 2 см қосам, бұнда 72 болады. 72. Тігісі емес, мен екі шығады. Бұның біреуін алып қоя тұрамын. Ең алдымен екі енін екі бүктеп осы аралықты мәшінемен тігіп алатын боламын. Мына жағында екінші жағында өстіп екі бүктеп, бұны да мәшінемен жүріп шығатын боламыз. Менің каналыма өтіп тіркеліп алыңыздар. Алдыда талай қызықты видеолар салатын болам. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен екі шетін қайырып, машинамен жүргізіп алатын болам. Дәл солай екінші жақ енінде тігіп алатын болам. Aldım. Енді матамды оң бетін бір-біріне қаратып, алып, 70 см аралығында өлшеп алам. Отағал 70 болу керек. Жетпіс етіп өлшеп алдым. Екінші жағында өлшеп алам. Бірдей болу үшін. Осы өлшеп алдым. 70 см. Өлшеп алдым. Енді мына қалған матамды бұл жер өзім 15 см, 20 см мына жер екі аралық.
Бұл қайырғанға бұны былай сыртынан осылай қайырып алам. Көрініп тұр ғой, осылай болып шықты маған. Енді осы аралықты мен машинамен жүріп тігіп алатын болам. Осы аралықты бар, 2 аралық тігіп аламыз. Екі шетін тігіп алдым. Енді 10 бетін қататын боламын. Жасап тұрып аударып аламын. Тіккен жерінде енді аударып аламын. Иіненің көмегімен шетін шығарып аламыз осылай. Осы 10 бетін аударып, жақсылап тұрып, үтікке басып алдым. Шетінде қырларын шығарып аламын үтіктеп. Үтіктеп болдым. Енді сызғышпен 3 сантиметр етіп, 3 шетінен сызып аламын. Алдындағы аударатын жері болады, ашық, ол жері тұрады. Ол жерде жастық кигіземіз. 2 ені мен бір ұзындығын сызып алатын болады. 3 сантиметр тастап кетесіздер. Енді сол сызған жерді машинамен жүргізіп аламын. 3 шетін сыздық қой, сол 3 шетті машинамен жүргізіп аламын. Жастығымды тығып алдым. Дайын болды жастығым. Замокты қажет етпейді. Өте тез болатын жылдам. Сіздер де үй жағдайында тығып алыңыздар. Өте оңай. 70 сантиметр. Осы жерден жазып кететін болсыздар.